Ақан сері, Ақжігіт Қорамсаұлы. 1843 жылы бұрынғы Көкшетау облысы үлкен Қоскөлдің маңында дүниеге келіп, 1913 жылы сол жерде қайтыс болады. Ол өз заманында ақын, әнші, композитор болған, әкесінің есімі Қорамса, шешесі Жаңыл. Ақан сері жас кезінен өнермен көзге түсіп, кейін ақындық, әншілік өнері кемелденген соң, алты алашқа аты мәлім сері атанған. Ақмола оязының советнигі Тұрлыбек Күшенұлына айтқаны. Әй Тұрлыбек, сені әкең орыс оқуына бергенде, ертең орысша нан сұрай алмай, өліп қалар-ау деп бермеген шығар. Еліне, жеріне тығын болсын. Өресі жеткен жерге сөзі жетпей, есесі кетер ер азаматы болса, соның сүйеніші болсын деп берген шығар. Көк құтан мойнын созып қаз болмайды, шөл құмайт көк шалғында саз болмайды. Жамандар жайда жәрдем бермек түгіл, тар жерде басын бақса, аз болмайды. Ер пайдасы тиеді сасқан жерде, ел жаңылып етегін басқан жерде. Жаманға жазатайым ісің түссі, жабысып қалады екен аспан жерге. Тар жерде қолдың ұшын бергенді айтшы, екінің бірі мырза тасқан жерде. Жамандар көре алмаған қыла дөсек, лайық заманында асқан ерге. Шапса да қанша жабы жүйрік озат, болмайды кім үмітті қосқан жерде. Билер бар төр алдында тасырайған, жол табар көсем қайда қысқан жерде. Жабыға тоқым салма жалы бар деп, жаманға басың дейме малы бар деп. Жануар деп сипайды әрбір малды, шошқаны кім сипайды жануар деп. Сауысқан шықылықтап сұңқар болмас, мәстекті мақтағанмен тұлпар болмас. Кей адам мал бітті деп масығады, бірақ та сол жаманға іңкәр болмас. Су шықпас, қазғанменен тау басынан, қазақтың дау кетпейді сау басынан. Жолдасы сыр айтысқан жау боп шықса, ер жігіт жаңылады тәубасынан дегенде, Тұрлыбек бір ауыз тіл қатуға да жарамай, үйден шыға жөнеліпті. Бұл дүниеде не жетім? Баласынан айырылған ана жетім, қатарынан айырылған дана жетім. Сахара жайлау жетім, көлдір жетім, қасына мұнарланып ел қомбаса. Тағыда бұл дүниеде нашар жетім, жеріне барам деген бара алмаса. Намаз бен мешіт жетім оқылмаса, дәріске білсін қайдан отырмаса. Екінші бұл дүниеде әйел жетім, кезінде теңін тауып қосылмаса. Ер жетім, ақылсыздан әйел алса, отырып отбасында тақымдаса. Ат жетім, ерен жүйрік шабылмаса, бойынан ащы тері алынбаса. Құс жетім, ерте түлек салынбаса, салатын саятшысы табылмаса. Таусылған кірер үй жоқ кәрі жетім, жарасар тең құрбысы табылмаса. 10-шы бұл дүниеде ғалым жетім, құр босқа алтын сөзі алынбаса. Тағыда 11-ші қалам жетім, жазатын ерлер оның табылмаса. Тағыда 12-ші қағаз жетім, айшықты алтын сөздер жазылмаса. Бәрінен 13-ші қазақ жетім, қорқақтап жан жағына алаңдаса.